енді бүгінгі стройка ерекше болатыр кәдімгідей. Алла бұйырса уже бітіп қаламыз бүгінгі программаны. Ертең де қызық программа болайын деп тұр. Түрден бәрін көріп тұрған шығарсыздар. Шүкір, нормально. Зато Алла бұйырса бітіріп аламыз. Календарьге жазып бердім. Не olsun? Қайырлы кеш достар, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін Париж Холл мейрамханасында 50 жас мерейтойдамыз. Тағы да бір тамаша той біздің қолымызда, біздің тізгінде, бізге сәттілік, керемет тойды тамашалап отырыңыздар. Бүгінгі күнім ұйқымен өтті. Сосын мына екеуін шомылдырумен өтіп жатыр. Ұнады ма? Күшті болды ма? Көзін аша алмай тұрм? Сүрт шешенді полотенцеге. Сөйтіп. Болды ма? Жандарым сол. Біреу қара, біреу сары. Жақ көженді. Шақырып керек емес, мұсылманмыз. Саған ренжімеңіздер. Но айту парызы ғой. Ескертіңдер, ескерту парыз дейді. Жатып оқыңыз, отыра алмасаңыз. Жатып оқи беріңіз. Ештеңе алмайды. Главный оқысаңызшы. Состояниеңіз Құдай көріп тұрма. Шынымен отыра алмайтыныңызды, жаңағыдай, даже столда отыра алмайтыныңыз көріп тұрма. Ничего страшно, жатып оқи беріңіз. Главный оқысай. Болды. Причина керек емес оған. Сенің жүрегіңе қарайды деген нәрсені жақсы айтасыздар ғой, жүрегіңе қарайды ең бастысы. Сенің ниетің түзу ма? Аллахым, мен көріп тұрсың ғой состояниемді. Бірақ я хочу, чтобы мен саған құлшылық етуге. 5 уақыт саған рахмет айтуға,